Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге интернетті шулатып жатқан тәттілеріміздің бірі бала баяна даярлайтын боламыз. Ол үшін бізге кокосовый стружкадан 65 грамм, сгущенкадан 150 грамм және де сары майдан 20 грамм қажет болады. Енді плитамызды қосып, табамызды қыздырып, сгущенкамызды, сары майымызды салып 1-2 минут араластыратын боламыз. Айта кететін жайт, бұл жерде мен қателестім. Ең әуелі плитаны қоспай жатып, нақты айтқанда плитаны қосқан кезде барлығын бірден салып бастау керек екен. Бір қызған кезде ғана салудың қажет жоқ, себебі осылай асты күйіп кетуі мүмкін. 1-2 минут өткеннен соң кокос стружкаларымызды салатын боламыз. Барлығы бір-біріне сіңіп, біріккенше араластыратын боламыз. Бір шамамен 2-3 минуттай уақытты алады. Бір-біріне барлығы бірігіп сіңіп болғаннан кейін плитамызды өшіріп суытуға қалдырып қоямыз. Суыған соң дөңгелек тәріздес формаға келтіріп аламыз. Енді осыны холодильникке жарты сағат, 1 сағат уақытқа қалдырып қоямыз. Енді холодильникте тұрған сәтінде біз осылай сыртына глазурін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 125 грамм қант керек және де 50 мл су керек болады. Қалауыңызға қарай лимон қышқылын салсаңыздар болады. Мен кішкене ғана салдым. Енді осыны сары түске енгенше қайта қозғайтын боламыз. Түсі қатты сарғыш болмағандықтан мен өз қалауымша осылай краситель қосып жатырмын. Ал сіздер қоспасаңыздар да болады, яғни ол әркімнің өз қалауынша. Холодильниктегі тәттімізді алып, осы карамельге жақсылап малып алатын боламыз. Малып болғаннан соң міндетті түрде холодильникке қайтадан 1-2 сағатқа қалдырып қоямыз. Негізі бұл тәттіні тек қана карамельмен жасайды деп естігенмін. Жай ғана өзім қосымша ретінде шоколадпен әзірлейтін боламын. Шоколадты ерітудің мен білмейді екенмін, сондықтан бар білгенімше жасап жатырмын. Қазақстан шоколадын 2-1 бөлігін алып, оған 1 ас қасық пісте май қосып ерітетін боламын. Тәттімді шоколадқа малып алып, тағы да 1-2 сағатқа холодильникке салып қоятын боламыз. Осымен бар білгенімен бөлістім. Ендеше қателескен жерім болса кешіріңіздер. Ал енді бізге ас болсын. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.